Үйіңіздің тазалығын тәмінлеп тұрушы бұл пылесостар сізге ұзақ мүддетке қызмет етуін қалесеңіз, сіз осы заттарды әлбетте білуіңіз шарт. Бірінші кезекте қандай фирмаға, қандай брендке тиесілі болса да бұл пылесостар 5 минуттан демалдырып тұрған дұрыс болады. Мысалы үшін бір жайды тазалап болғаннан кейін бір 5 минут демалдырып аласыз, себебі бұларда өзін-өзі суыту системалар болмайды. 5 минут демалдырып алсаңыз, уже кейінгі жайға тайым тұрады. Екінші, бұларда мысалы үшін екіге бөлінеді, банкылы һәм қалташалы болып. Мысалы үшін мен көрсетіп тұрған вариантым қалташалы варианты. Қалташаларын, я банк болса банкысын бір қағып тазалап аласыз. Ондан кейін основной бұларда фильтр болады, екі фильтр болады, әммесінде банкылда да қалталыда да екі фильтр болады. Фильтрлерін ұсылай алып фильтрлерін бұлай қағып жақсылап, қатты жаман болып бұлай болып кетіп жатса, жақсылап жуып, бірақ қатты мынандай мыжылап сыға беруге болмайды. Бұны күннің нұрында кептіруге болмайды, комнатаның температурасында кебу керек болады. Екінші фильтрі бұның арт жағында болады. Солай алып, егер бұл фильтрларды тазалап тұрмасаңыз, пылесосыңыз тартпай қалады шаңды. Андай не болады, аралар тығылып, неғып қалатын болса, бұлардың шаң тартпай қалады. Жақсылап қағып, тазалап аласыз. Фильтрлерін бір қатар тазалап болғаннан кейін, есатын салмайсыз, осылайынша жауып қойып, бір қосып аласыз. Сол кезде ішіндегі моторға ұрып кеткен шаңлар бір қатар тазаланады. Азын мотордағы шаңлары шығып жатыр. Солай бір қатар тазалап аласыз. Сонда сізге ұзақ мүддетке ұзақ береді бұл пылесостарыңыз. Егер видео сізге пайдалы болған болса, біз бұдан жүдә қуаныштымыз. Келесі видеода қайсы техника туралы сізге мағлұмат бергенімізді қалайсыз? Комментарийға жазып қалдырыңыз.